Бүгін 3 наурыз 2026 жыл. Көктем келіп хабарлап жатырмыз. Үйгілік жерім ғой. Осы жерін бәрін кешелі бері тазалап жатырық. Былтырғыдан қалған күленкі капельнелерін бәрін жинап, өртеп тазалап жатырмыз. Мынау естеріңізде болар, мына жерге еккен болатын, құлпына еккен болатын. Сол жылы жақсы өсті, кішкене өнімін жедік. Бірақ келесі жылы қурап кетті сол. Қанша дәрісін бердік, қарадық дегендей. Оның себебін айтайын. Көрініп тұр ғой өзі жер. Аппақ болып сор шығып кеткен. Сор ғой негізі менің жерім. Соның көмтесі бүйтіп әйтеуір сорын қашырып жатырық қой. Сол жылы еккен жылы ғана жақсы өсті. Сөйтіп келесі жылы жайлап, өртті қайтадан артқа қарай кетіп, қурай бастады. Одан кейін тоқтата салдым, ары қарап қараудың керегі жоқ қой деп. Енді бұл жерде айтайын дегенім, жалпы құлпынайды екпес бұрын жерге анализ жасамаған жақсы. Егер менікіндей жеріңіз сор болатын болса, суыңызды жаңа дегенде мен суды құдықтан аламын ғой. Суымның несі есеге жоғары, pH есеге. Сондай суыңыз ащы болып, құдығыңыз, жеріңіз жаңа дегенде сор болатын болса, шығындап екпек қойыңыздар. Егерге еңбектеріңіз зая кетеді. Алла істеп жатқан кәсібімізге, тиған жылымызға береке берсін.